Так. Так. Тебе дегенде келдім ғой паркке. Өзі парк па не бәле? Мына жерде пониді қара. Әдемі екен. Сүйкімсің-ай. Сәлем. Так. Не бар екен? Ой, бісміллә, сәлемсіз ба? Кешіріңіз. Осы. Басқа жақтарды көрейін. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Ой, неқта тым қызық жоқ қой. Басқа жерге барайын ба? Сүйкімсің-ай. Кімдікі екен? Бір түтікке сияқты ғой. Мына жерден барғанша бірдеңе алып алайыншы. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Маған так не бар екен. Алма бересіз ба? Бір алма. Алып кет. На. Сау болыңыз. Алманың дәмі күшті екен ғой. Так. Басқа жерге барайыншы. Parkке келдім. Паркке келдік ғой. Паркте не қызықтар бар екен? Оны жерде бомоздақ сатып жүрді. Біреуін алып алайыншы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Маған бір шоколадный мороженое бересіз бе? Үлкен қылып бересіз маған? Үнемі. Сау болыңыз. Вау. Дәмі күшті екен. Бұл жақта бір қыздармен танысып көрейін. Мына жерде бір қыздар тұр ғой. Сәлем. Сәлем. Сәлем, саған не керек? Ештеңе, сендердің аттың дейін деген. Біз достассақ қалай қарайсыңдар? Достассақ? Бізге вообще өйтіп ешкім айтып көрмеген. Не үшін? Себебі біз екеуміз бір-бірімізге ажырамаймыз. Және арамызға бір қыз қосылмау керек. Үшінші болып мен қосылсам болмай ма? Жоқ, болмайды. Кеттікші. Кеттік. Мә, осындайдан адамдар бар екен ғой. Тағы мен жазып қойын. Нағыз кім? Сәлем. Сәлем. Сен атың кім? Балжан. Балжан?
Так. Саған не керек? Ештеңе танысайық, құрбы болсақ қалай қарайсың? Жоқ. Маған құрбы ұнамайды. Мен жігітім бар, сонымен жүремін. Сондықтан мен вообще құрбыларым жоқ. Так что пока. Өзің біл. Мен не істеймін? Осы жерде. Ана қыз бәрімен танысып жүр ғой. Маған келмесе ол да әйтеуір. Ана жерде бір қыз тұр. Маған келеді ғой мынау деген. Маған келмей қой, мен бәрібір дос болмаймын. Не үшін? Себебі менің өзімнің құрбыларым бар. Саған қарасам, ондай жалпы атамандармен ондай милый ондай қыздар таныспайды, дос болмайды да. Сен не, атамансың ба не? Сен не білмейсің ба? Кстати, сен қаладан келген сияқтысың ғой. Иә, сен оны қайдан білесің? Түніне қарасам, кәдімгі қаланың қызысың. Себебі бізде сенікінде телефон жоқ. Және стилің де қаланыкі сияқты. Не дейсің? Аңыра. Не болды сонша? Ештеңе. Просто мен мұндай қыздардың қасында тұра алмайды екенмін. Не үшін? Бағана айттым ғой, атамандардың қасында бұндай қыздар тұра алмайды. Так что пока. Шынды ма? Өзінше сияқты ғой. Ішім пісіп кетті ғой. Ана қызды әдемісін ай. Мына жерде Данко тұр ғой. Привет, Данко. Данко. Ну, қаяққа қарап тұр? Ау. Привет. Сен не ана қызға қарап тұрсың ба? Мен ба? Иә. Жоқ, неге? Қарасай, сен екі көзі ана қызға тұр ғой? Жоқ, мен оған қарап тұрған жоқпын. Ладно. Даже мен бәрін көріп тұрмын ғой. Не болды сонша қызған? Сен мен қызым емессің? Кім айтты? Мен айттым. Тем более. Не тем более? Маған ондай атаман қыздар ұнамайды. Сонда менің атаман болғаным саған ұнамай ма? Жоқ. Маған кәдімгі сүйкімді, күшті, басында әдемі, невидимкасы бар, шашы қысқа, әдемі, аппақ қыздар ұнайды. Сен ана қызды айтып тұрсың ғой? Жоқ, оны айтып тұрған жоқпын. Қарасай, дәл ана қызды сипаттап айтып тұрсың сен. Бар онда ана қызға? Жоқ, шын айтам, ол қызды айтып тұрған жоқпын. Ладно, қойшы. Кеттікші ана жерге. Ана жерде бір күшті мороженое сатып жатыр, сол жақтан екеуміз алып алайықшы. Екі балмұздақ. Жүр. Ана қыз танысып көрсем болады. Барлығы оған жоқ, таныспайын деп жатыр. Мен танысып көрейінші. Сәлем, не болды? Жоқ, сен танысайын дедім, екеуміз құрбы болсақ қалай қарайсың? Иә, әрине. Сенің атың кім? Сен бірінші айтшы. Мен Самал. Ал сенің атың? Мен өзім атымды айтқым келмейді. Не үшін? Себебі мен өзім атымнан ұяламын. Айтшы, ұялма. Менің есімім Айша. Айша деген керемет ат емес пе? Мұсылмандардың аты. Айша деген күшті ат қой. Шын айтып тұрсың ба? Әрине. Рахмет. Сен де атың күшті екен, Самал. Иә, рахмет.
Ай. Кеттік онда. Басқа жерге алып құтылайық. Аха, кеттік. Қай қабат құтылсақ болады? Білмеймін. Так. Мынада не бар екен? Мынаны қара. Вау. Оған жақындама. Не үшін? Оның хозяйкасы ұсады. Онда кеттік. Бірақ сүйкімді екен. Иә. Кейін астауға отырайық. Мен сен сонда қаланың қызысың ба? Иә, мен қаланыкім. Мен күшті ғой. Телефоның күшті екен. Аха. Ой, әжем звондап жатыр. Алло, әже. Алло, Самал. Үйге қайт болды. Тамақ ішеміз. Қазір кеш те батпай жатыр. Жарайды, әже. Айша, маған үйге қайту керек. Не үшін? Әлі уақыт бар ғой. Жоқ, кеш болып бара жатыр. Тем более әжем тамақ дайындап қойдым, үйге кел дейді. Онда ертең кездесеміз. Ертең нешеде шығасың? Білмеймін, сағат 12 жарымдарда шығып қаладым. Жарайды, онда сол кезде келемін. Үйінің адресін беріп қойсайшы. Аха, міне. Жақсы, сау бол. Пока, пока. Ой. Әже, мен келдім. Келдің ба? Қайқа кетіп қалдың да? Кеш батып кетті ғой. Әже, құрбыммен қыдырып жүргем ғой. Құрбы таптың ба? Иә. Өзі ақ көңіл қыз екен. Жақсы болыпты онда. Жанымда ұйықтайық. Аха. Жүріңдер. Айзере ұйықтап қалған ба? Иә, бана ұйықтап қалды. Жарайды. Тез киімді астып алды, ұйықтай қойсың де. Пижамасы киініпті ғой. Онда не бар? Мен де бір жатайыншы, шашып білме. Ұйықтаңды. Қайлытын ата. Ой, бүгін күшті болды ғой. Жаңа құрбы тауып алдым. Жақсы болды. Айзере. Ау. Тұрсай киімді асып ал. Тобы жата өйде болмай ма? Жоқ, болмайды. Келесі бөлімді күтіңіздер.